Сәлем супер ұстазым. Бізде келесі сабақ. Бұл қымыжы жасауға және де басқа да заттар істеуге болады, бірақ біз основной қазір сол қымыжы жасау үшін қолданамыз. Бізге ол әрине барлық білетін, бәрі танитын ChatGPT-мен қалай жұмыс жасау керек. ChatGPT деп жазамыз. Бізге осындай нелер шығады. Кейін мынау астында мындай ақ немен тұрады, осыған баса саламыз. Сіздерде негізі осындай бір не шығу керек, терезе шығу керек. Немесе мына жақта YT деп басып, Google аккаунтпен кіріп, мына жақта өзіміздің Google аккаунтымызды таңдаймыз. Продолжить. Сіздерде осылай шығады. Негізі тіркелмей істесе болады, тіркеліп істесеңіздер де болады. Тіркеліп істесеңіздер, сіздердің жасаған запростарыңыздың бәрі осы жақта сақталып отырады. Енді кеттік, ары қарай біз өзіміздің кез келген сабақтың жоспарын жасап көрейік. Бүйтіп жазасыз: маған сабақ жоспарын жасап бер. Кейін тақырыпты тырнақшаның ішіне, мысалы, қандай бір тақырып болсын. Абай Құнанбаевқа тақырып сабақ жоспарын жасап бер деп жаздық. Бізге сынып, 10 сыныптың сабақ жоспарын жасап отыр. Қарап тұрғандарыңызда барлығының өзі үй тапсырмасы, жаңа тақырып түсіну, топтық жұмыс, шығармашылық тапсырма, қорытындылау, үй тапсырмасы, бағалау бәрін жасап берді. Егер сізге бір определенный сынып керек болса, мысалы сабақ жоспарын жаса, 6-шы сыныпқа десем, 6-шы сыныпқа десем, сыныбында жазып жесеңіз болады. Яқта уже 6-шы сыныпқа байланысты сабақ жоспарын жасап береді. Яғни сіздер сыныбын жасаңыздар, соған қарап та материал шығарып береді. Қазір процесс тоқтасын, кейін ары қарай қараңыздар. Осы сабақ жоспарын жасап берді. Енді мен бүйтсем болады. Қараңыздар. Осы сабақ жоспарын кесте түрінде жаса деймін. Қараңыздар, осы сабақ жоспарды маған қазір кесте түрінде жасап береді. Бізге кесте түрінде жасап берді. Енді біз не істейміз? Мысалы, бізге осы кесте түрінде жасап берді, бізге бәрі ұнады. Енді біз бүйтеміз, қараңыздар, сабақ жоспар кезеңдерінен бастап осы ішіндегі мәліметтің бәрін осылай, осы кестеге осының ішіне бәрін алып, мышканың 10 батырмасын басып, копировать деген басамыз. Кейін қараңыздар, біз бір Excel файл ашып қояйық. Дайындап қойсақ, мысалы осылай бір
Кейін осы жерге правый кнопка мышканы басып, былай ставить етеміз. Енді сәл-сәл бүйтіп, екі рет үстіне бассаңыз, осылай өзі ұзындығына сәйкес тұрады. Былай сәл. Кейін осыған былай граница береміз. Все границы. Бізге осында бір кесте бар. Мысалы, осы кестені аламыз да, тағы да правый кнопканы басып копировать дейміз да, біз Word документімізді ашайық. Word документті ашқаннан кейін правый кнопканы басып, екіншісі тұр, былай бассақ болды. Мына бізде кестеге салып берді. Енді әрине андай сәл ұзартасыздар ма, ары қарай дизайн деген жерде кестенің түрін өздеріңіз былай бүйтіп сәл ұзартып, қысқартып өзгертесіздер. Бірақ основной сіздің кестедегі мәліметтердің бәрі осылай дайын болды. Осылай сізде сабақ жоспар кестесімен жасап берді. Енді қараңыздар, алдындағы платформамен бірге байланыстырайық. Алдында біз класс X деген платформа естеріңізде болса, осы Абай Құнанбаевқа байланысты. Так. Мына сабақ жоспарын жасайық. Қазір қазақшаға қояйын. Сабақ жоспарын жаса. Абай Құнанбаев, 6-шы сыныптардың алдында. Мына қазақшаға аударып жіберейік. Бізде қазақ сабақ жоспарын жасады ғой. Алдында біз сабақ жоспарын жасайтын едік қой. Енді осыны копировать етіп, мен осы чат GPT-ға салам. Осы уже салынды. Осыны енгізем. Қараңыздар. Мына менде мысалы жалпы осы сабақ жоспарына байланысты осылай маған есеп берді, кесте жасап берді. И бұның да алдындағы да былай. Егер ұнаса осылай бәрін белгілеп алып, правый кнопка копировать. Соны Excel басқа парақша ашып қойын. Осы жаққа правый кнопкамен екінші батырмаға басамыз. Кейін былай үстіне екі рет бассаңыз, именно перегородка екі ортасын екі рет бассаңыз, өзі есеп береді, андай бір корректировка по ұзындығына бойынша осылай жасап береді. Осының бәрін былай алып белгілеп алып, границасын қойып, правый кнопка мышканы басып, копировать басып, кейін астына жаймен сілейін. Кейін екінші батырмаға басамыз. Бізде уже сабақ жоспары пайда болды. Также оны өзіңіз несін бәрін кіріспе, оқу, талқылау, шығармашылық деген бәрі уже бізде тұрады.
осылай сіздерге сіз кез келген тақырыпты бірінші сабақ жоспарын жасап, артынан осы материалды маған кесте түрінде жаса деп жазсаңыз, сіздер кесте жасап береді. Кейін артынан Excel-ге қойып, осы жерден дұрыстап корректировкасын жасап, кейін Word-қа саласыздар. Осымен сіздерге сабақ жоспары дайын болады. Егер осы зат ұнаса, қолданыңыздар. Мысалы, бөлек-бөлек, мысалы, яқты бейсек болады. Тағы да бір қызық зат, егер бір определенный бір не керек болса, так, бейсек. Сабақ жоспары емес, маған так, әдіс тәсілдер деп жазып көрейік. Әдіс тәсілдер. Әдіс тәсілдер жасап бер деймін. Қараңыздар, маған бөлек, мысалы, егер мазмұны ұнамаса, тақырыбы бір критерий ұнамай қалса, сіздер прям осылай маған осы тақырыпқа осындай зат жасап бер десеңіз, сіздерге осылай әдіс тәсілдердің бірнеше вариантын ұсынады. Сол кез келген вариантты сіздер өздеріңізге осылай алып қолдансаңыздар болады. Көрдіңіздер, мынау өте көп вариантты құрал. Кез келген затыңызды, даже өзіңіздің личный заттарыңызды жасаңыздар болады. Мысалы, маған осындай проблема болады, қалай істесе болады деген сияқты. Бір даже Каспийден даже сіздер мысалы бір айлық выписканы алып, осы ChatGPT-ге салып, өзіңіздің анализ жасасаңыздар да болады. Қай затқа қандай көп ақша кетті деген сияқты. Маған анализ жасап бер десеңіз, ол анализ жасап береді. Яғни бұл құралдың мүмкіндіктері өте көп. Сіздердің уже дұрыс запрос жасағанына қарай уже результат соған қарап шығады. Яғни запростарды біз алдағыда тағы да бөлек бір сабақ болады. Сол жақта қосымша бәрін көрсетеміз. Әзірге осы керек заттарды үйреніп қолдансаңыздар өте керемет болады. Сіздермен Конус Академия. Келесі сабақтар кездескенше сау болыңыздар.